Мен Нұрланбекұлы Йылдыз, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы Атығай жалпы орта білім беретін мектебінің 3-ші сынып оқушысымын. Абай Құнанбаев. Қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар. Кәрі ұғыдан қыз келіп әлік салды. Ұшпадай бүркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаң алды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қаруға шыдамай сырт айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына тез тақалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын құр қылмай еткем алды. Собыға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бұз қамалды. Ит жегенше қондыбай қанай жесін, құр жіберер мына антұрған кәрі шалды. Рахмет.